Hello, dear student. How are you today? Page 98. Listening a conversation. Look at the photos. What country do you think they show? Which do you like best? Why? Сәлем құрметті 5-ші сынып оқушысы. 98-ші беттегі тапсырмаларды орындайтын боламын. Бірінші тапсырма бізде фотоларға қара дейді. Мына жерде 4 сурет көрсетілген. Бұнда қандай елдер көрсетілген дейді. Саған қайсысы ұнайды дейді. Неге ол ұнайды дейді. Мен жазып қойдым Скотланд, Патагония, Таиланд, Америка деп. Солай ойлаймын деп жаздым. I like best Scotland because it has really beautiful nature and historical castles. Маған Шотландия ұнайды, себебі оның табиғаты өте әдемі және де онда тарихи қамалдар бар. Exercise 2. Listen to the conversation. Тыңда дейді. Сонда қайсы ел туралы айтылмаған дейді. Америка жайлы айтылмаған деп ойлаймын. Үшінші тапсырмада true or false мына жерде. Бұны жазып шықтым. True or false. Біріншісінде Хлоя Шотландияның табиғаты жайлы алаңдайды дейді. Иә, алаңдайды. Екіншісі Хлоя is going to visit Scotland. Қыста бармақшы дейді. Жоқ, қыста емес, жазда барады. Chloe is not going to take many photos in Scotland. Фотоға түспейді дейді онда. Фотоға түседі. Төртінші, Иван өзінің достарымен барады Патагонияға. Иә, рас, достарымен барады. Хлоя Иван жақсы фотограф деп ойлайды. Иә, ойлайды. Карла didn't enjoy Таиландты сондай қатты демала алған жоқ, рахаттана алған жоқ. Иә. Келесі. 4. Look at the photos дейді, иә. Exercise 1. Find the landscape words below. Which words aren't in the photos? Қай сөздер, мына жердегі сөздердің қайсысы мына суреттерде жоқ дейді. Мен жаңа сөздерді аударып қойдым. Mountains, таулар. Sea, теңіз. Lake, көл. Beach, жағажай. River, өзен. Jungle, джунгли. Desert, шөл дала. Hill, жота. Forest, орман. Енді осы сөздер жоқ. Өздерін суретке қарасаңдар, мен мына жерде орман жоқ деп ойлаймын, джунгля жоқ деп ойлаймын, джунгли, сосын өзен жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде көл мен теңіз тұр, өзенді таппадым. Осылар жоқ деп ойлап жазып қойдым енді. Ары қарай өздерін тағы да қандай жоқ деп ойласаңдар, соны жазып қойсаңдар болады. Келесі 6-шы тапсырмам жерде 5-ті жазған жоқпын, өйткені қайтала деп тұр. 6-да біреуін таңда дейді. Осы суреттің біреуін таңда, одан кейін сен қайсына барғың келеді дейді. Соны жаз дейді. There are some kilometers beaches and the boiling weather. Жағажай бірнеше километр және қайнап тұрған ыстық ауа райы дедім. Таиланд субтропикалық жер дедім. Ол туризм мемлекеті дедім. Тағы да онда мыңдаған туристер келеді. Океан бар, аралдар бар, тай бие бар және seafood дегеніміз морская еда, теңіз балығынан, теңізден жасалған тамақ. Осылар ұнайды, сондықтан барғым келеді деп жаздым. 7-ші тапсырма бізде өзінің досынан сұра дейді. Және оған сұрақ қой, одан тап дейді. Қай мемлекет екенін. Мен жерге 3 сұрақ жазып қойдым. Are there beaches or coconuts? Онда жағажай бар ма, немесе кокостар бар ма? Ауа райы қайнап тұр ма? Бұл Таиланд па деп сұрақ қойдым. Келесі, онда көлдер бар ма, таулар бар ма, жасыл жоталар бар ма, суық ауа райы ма? Бұл Патагония ма дейді. Келесі, тарихи қамалдар бар ма, қамал бар ма? Лохнес деген көл бар ма онда? Таулар бар ма? Бұл Шотландия ма? Деп ана досынан сұрайсың. Сосын оны табу керек досын. Осылай жасап қойдым. Қош сау болыңдар.